Қайырлы күн, 2-ші сынып оқушысы. Бүгін қазақ тілінде саяхат тарауын бастаймыз. Және бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Бүгінгі сабақта мен дара және күрделі сын есімдерді анықтап, ажыратып үйренесің. Алдымен мына кестеге назар салайық. Кесте екі бөлікке бөлінген. Дара сын есім. Төмендегі жазылған сөздермен танысайық. Ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен. Күрделі сын есім. Ағала, қара торы, жап-жасыл, сүп-сүйір, үп-үлкен. Ал енді балалар ойланып көріңіздерші. Осы екі жақтың жазылған сөздердің арасында қандай айырмашылық бар? Сонда дара сын есім дегеніміз не? Күрделі сын есім дегеніміз не? Дұрыс айтасыздар балалар. Дара сын есім бұл бір сөзден тұратын сын есім. Ал күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Және бір ескеретін жағдай, күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек жазылады. Енді сіздердің назарларыңызға видео роликті ұсынамын. Дана, не жазып отырсың? Мына суретке қарап, қызды сипаттап жазып отырмын. Қане оқышы. Бұл қыздың көздері шашы қара, ұзын шашын жайып қойған, маңдайы ашық, кірпіктері де ұзын, көздері үлкен, қастары жіңішкелетіп сызылған, мұрны тік, беті сопақша, терісінің тісі ақ, терінің тегіс аппақ, жіңішкелері қызыл түспен боялған. Мен сенің айтуың бойынша сол қыздың суретін салдым. Ұқсай ма? Жоқ, онша ұқсамайды. Неге? Мен жақсы суретші емеспін. Сен де жақсы етіп сипаттай алмадың. Өзіңіз қой салонмаған. Әйтпесе мен ешкімнің суретін қалдырмай айтып шықтым. Дана, сен бұл қызды сипаттағанда ылғи дара сын есімдерді қолдандың. Меніңше, мұны дара емес, күрделі сын есімдермен суреттеген дұрысырақ. Аға, олардың айырмашылығын түсіндіріңізші. Сен қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, аппақ, сопақша, қызыл деген сияқты сын есімдерді қолдандың. Мұндай бір сөзден ғана тұратын сын есімдерді дара сын есім дейді. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы мұнда қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты ақ сары қыз бейнеленген. Иығына төгілген қара шашы жібектей жұмсақ екені байқалады. Көздері қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ тістері түп-түзу, ерні күрең қызыл түспен боялған. Шынында да күрделі сын есімдермен суреттегеніңіз әсерлі болды. Себебі адам бет пішінінің өзі күрделі ғой. Сонымен балалар, күрделі сын есім затты анағұрлым нақты сипаттау үшін қажет екен. Мәтінді жақсылап тыңдап алайық. Адам көптеген затты табиғаттан үйрену арқылы жасады. Табиғатты терең бақылап қарау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ұшу ерекшелігін зерттеп, оны үлкен-үлкен ұшақтар жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп, сүңгуір қайық жасады. Бейнелікке қарап,
тікұшақ жасады. Міне, осы сияқты адамның табиғаттан үйренгені көп. Балалар, мәтін не туралы? Дұрыс айтасыздар, адамның табиғаттан үйренуі туралы. Ал мәтін неше бөліктен тұрады? Өте жақсы. 3 бөліктен тұрады. Басы, ортасы, соңы. Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Өте жақсы. Әңгімелеу мәтініне жатады. Ал енді балалар, осы мәтіннен сын есімдерді тауып, дара күрделігі ажыратайықшы. Сын есім, біз білеміз, ол қандай қай деген сұраққа жауап береді. Заттың түр-түсін, сапасын, сынын білдіреді. Дұрыс. Қандай ұшақтар? Үлкен-үлкен ұшақтар. Қандай қайық? Сүңгуір қайық. Яғни екі сын есім бар екен. Осыны дара күрделіге ажыратайық. Бәрекелді. Күрделі сын есім екі сөзден құралған үлкен-үлкен. Дара сын есім сүңгуір. Ал енді балалар, мәтінде жаңа біз мұқият тыңдап отырып, есімізде сақтап қалдық. Адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарды? Ойланайық, сәйкестендірейік. Ұшақты ұшып бара жатқан құсқа ұқсатып жасаған екен. Жер қазатын кранды, экскаваторды егеу құйрыққа қарап ойлап тапқан екен. Қайықты көл бетінде жүзіп жүрген аққуға қарап ойлап тапқан екен. Тікұшақты инекке қарап ойлап тапқан. Ал сүңгуір қайықты судың түбінде жүзетін балыққа қарап ойлап тапқан. Ал енді балалар, осы ұшақ, тікұшақты жүргізетін адамдарды кім деп атаймыз? Өте жақсы. Ұшқыш деп атаймыз. Олай болса, келесі ұшқыш туралы өлеңді оқып, көшіріп жазып алайық. Бәрекелді. Ал енді осы өлеңнен сын есімді табайық. Өте жақсы. Қандай аспан? Көк аспан. Бұл қандай сын есімге жатады? Дара сын есімге жатады. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге назарларыңызға рахмет деп айтамын. Қош, сау болыңыздар.